Жедел хабарлама. Бұл хабарлама астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Толық ақпаратқа ие болу үшін видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бір даналар кіріне жазу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуланын қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы еткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Ринат Саидов өзіне қарсы ақпараттық және психологик шабуыл жасалғанын мәлімдеді. Депутат осы жылғы шабуылдың тақырыбымен намаз оқып жүріп алаяқтық жасайтын адамдар жайлы айтқан сөзінде алға тартып, сол қоғамды маған қарсы қоймақ дейді. Жазуынша, біріншісі қорқыту, екіншісі жеке басына қастандық жасау. Сөз жоқ, ақылды жүріс. Екеуінің біреуіне жеткенше олардың тоқтамайтынын білемін. Тәуекел, маңдайға жазған көреміз. Бәріне бірдей жауабым бар. Ешқашан топ алдында тізерлеп кешірім сұрамаймын. Өйткені оған себеп көріп тұрған жоқпын. Әлеуметтік желі шулады екен деп дірілдейтін қорқақ емеспін. WhatsApp-ма шығып қорқытпақшы болып жатқан батырсымақтар. Сендердің шешіп жүретін жағдайым жоқ. Аптасына 5 күн жұмысқа жаяу барып, жаяу келемін. Қылатындарыңды қылып алыңдар. Сенгенім бір Құдай, дейді ол. Видеоролигімізге пайдалы болған болса, достарыңызға бөлісуді және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.